мына жерде бір картина тұр, тарихи картина. Мысалға атақты тарихта бір суретшінің туындысы, суретшінің Қастеевтің бір туындысы дейік. Қастеев, ол ар жақта орта ғасырлық атақты басқа бір да Винчидегі бола ма дегендей. Енді қараңыз, сіз сондай бір үлкен әлемдік неге көрмеге бардыңыз. Мысалға сіз қарайсыз фото, жаңағы суретке, туындыға қарайсыз. Анау бірақ миллиондардың туындысы. Сіз қарайсыз, бірақ көп ештеңе түсінбейсіз. Бірақ бір суретші, атақты суретші келіп қараған кезде ол басқа дүниелер түсінеді. Екі адам немесе бірнеше адам қарайды, әркім әртүрлі одан әсер алады, ол туындыдан. Солай ма? Ол жай бір сурет негізінде. Ол бір адамға барып мүлде мынау не мынау, жай бір әшейін краска шашып тастаған секілді. Көрдіңіз ба? Бұл бір Алланың мысалға тауды, бір пейзажды салады ол. Соның суретінің өзі миллиондарға бағаланып жатады. Және адамдар соған таңданып жатады. Ал оның оригиналы бар ол. Көрдіңіз ба? Қайға қарап салып кетсіз. Иә, оның оригиналы бар, біріншіден. Сіз жай туындының өзінің бағасы соның иесіне қарай бағаланады. Өзін емес. Оның кім салды? Да Винчи болса, бұл туынды енді өте жоғары. Қараңыз. Соның суретшісіне қарай туындысы бағаланады. Енді ол жай туынды болса, бірақ жер бетінде, әлемде жаңағы жаратылыс, Алланың сансыз жаратылысына қарасаңыз, сондай таңғаласыз. Бұл жерде тек қана Аллаху акбар деп сәждеге кетесіз болды. Көрдіңіз бе? Сондықтан кез келген түйе болсын, басқа болсын, жаратылысы Алланың қараңдар дегені сол жерде бірінші кезекте біз Алланың құдіреті. Екінші кезекте ғылым адамы енді содан өзінің ғылыми теорияларын шығарады. Мысалы, тауларға қарау арқылы жаңағы қазық қылдық дейді, оның астында содан бір ғылыми тұжырымдармен сәйкестендіреді. Мысалға, түйеге қатысты болсын, ол аспан жердің жаратылысы болсын, мысалға. Соның барлығында Алла өзі бір ишарет беріп кетеді, кейбір аяттармен. Бірақ мақсаты өзінің құдіретін көрсету болса, ар жағынан қарау арқылы әркім өз деңгейінде қарайды. Маман өз деңгейінде қарайды, одан бір ғылыми тұжырым шығарады. Жай адам қарайды да Алланың құдіретін түсінеді. Керемет, мысалға. Ал кәпірлер, Аллаға сенбейтіндер, оларға бір ол жай бір нәрсе ретінде өтіп кетеді.